Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2022 жылды балалар жылы деп жариялады. Балаларға ерекше назар аудару керек, себебі олардың амандығы мемлекетіміздің жарқын болашағының сенімді кепілі. Бұл жылды тек ұрандатып немесе мереке түрінде атап өту ғана емес, ең алдымен билік тарапынан денсаулық сақтау, білім беру және әлеуметтік қамсыздандыру саласында балаларды қорғау мақсатында нақты іс-шаралар жасалуы керек. Өскелең ұрпақтың үйлесімді дамуы мен бақытты балалық бұл біздің жалпыұлттық міндетіміз. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Бүгінгі таңда жыл басынан 10.172 нәресте дүниеге келді. Оның 5.286-сы ұл бала және 4.886-сы қыз бала. Сондай-ақ 79 егіз бала және 4 үшемдер өмірге келді. Биылғы жылы облысымызда дүние есігін ашқан нәрестелердің басым бөлігі ұл балалар. Негізінен былтырғы жылға қарағанда өмірге келген сәбилердің қатары азайды. Десе де жыл соңына дейін бұл статистика өзгеруі мүмкін. Себебі осы желтоқсан айының басынан бастап дүние есігін ашқан нәрестелердің ағымы күшейді. Барлық пациенттердің денсаулығын бақылай келе үйлеріне шығарылады. Ал ем-дом шаралары қажет жандар үшін оңалту орталығы жұмыс жасайды. Перинаталдық орталықта мерзімнен ерте туған балаларға арналған 16 орталығы бар. Биылғы жылдың өзінде дүние есігін ашқан сәбилердің 400-ге жуығы 16 орталығында ем қабылдаған. Ол жерде нәрестелер қажетті салмақ пен күш жинағанға дейін ақ халаттылардың бақылауында болады. Очень много сейчас случаев с острыми респираторно-вирусными инфекциями. Бүгінде жедел респираторлық вирустық инфекцияға шалдыққан әйелдердің қарқыны қалың. Көп жүкті әйелдер температурамен түседі. Орта есеппен күн сайын 10-15 жасына инфекциялық стационарда ем қабылдайды. Бұл өте жоғары көрсеткіш. Сондай-ақ жаңа туған сәбилер де тұмау жұқтырып ауруханаға түседі. Сондықтан аналарға өзіңіз бен балаңыздың денсаулығына барынша сақ болуын сұраймын. То есть дома кто-то болеет, заражает детей. И в соответствии они уже поступают к нам. Қыс мезгіліндегі тұмау ауруы жылдам таралады. Сол себептен жас аналар өзінің және сәбиінің өміріне жауапты қарауы қажет. Адамдар көп жиналатын қоғамдық орындарға бармауға және тұмаудың белгілері бар адамдармен байланыс жасамауға кеңес береді. Себебі баланың өмірі ананың қолында. Сақтық шараларын қабылдау ерекше маңызды. Алдын алу шаралары мынадай: науқас адаммен байланыста болмауға тырысу. Науқас адаммен байланыста болғанда бетперде тағу. Инфекция таралмауы үшін қолды сабынмен немесе бактерияға қарсы құралдармен жуу. Жөтелгенде және түшкіргенде мұрын мен ауызды бір реттік орамалмен жабу. Көп адам жиналатын жерден алшақ болу. Бөлменің ауасын жиі тазарту. Тұмауға шалдыққанда ауруды таратпау және емделу шаралары. Үйде отбасының басқа мүшелерінен оқшаулану. Аурудың алғашқы белгілері байқалғанда дәрігер шақыру. Бір реттік орамал пайдалану. Дәрумендерге бай сұйықтықтар ішу. Дәрігердің нұсқауына сай ем қабылдау. Қыс мезгілінде адам баласы денсаулығына аса жауапты қарағаны абзал. Жыл сайынғы осы 42 айынан бастап жедел респираторлық вирусты инфекция, тұмау инфекциялық эпидемиологиялық өршу кезеңі басталды. 22 айының 22 жылдың 42 айынан бастап бізге де келушілер саны арта түсті. Егер де қазан айында біздің стационарға келіп қаралған науқастардың саны 1000-ға жететін болса, қараша айында 2 есе артып 2000-ға дейін өрше түсті. Бірақ та осы 2000 адам ішінен 30% ғана стационарлық емге мұқтаж болды. Қалған 70% науқастары амбулаторлық емге ары қарай жіберілген болатын. Сол науқастардың ішінен ең негізгі жалобылары, шағымдары: дене қызуының көтерілуі 38-39 градусқа, ентікпе, судороги болып есептелінеді. Сол также сол судорогимен және ентікпемен бізде балалар ауыр жағдайда реанимация бөлімшесіне түскен болатын. Олардың бәрі благополучно шығып, отделениеде ем алып жатыр. Біздің стационарда осы науқастардың саны көбеюіне қарамастан толығымен ем және инструментал жабдықпен қамтылған, толыққанды ем алып жатыр. Облыста вирустық инфекция өршіп тұр. Күз мезгілінен бастап 15 мыңға жуық адамнан жұқпалы ауру анықталды. Бүгінде стационарда вирус жұқтырған балалардың 70-80%-ы 5 жасқа дейінгі балалар. Науқастардың көбі жұқпалы дертті үйде емдегенді жөн көреді. Сөйтіп ауруын асқындырып алғандары көп. Сондықтан ақ халаттылар инфекцияның белгілері анықталған жағдайда тұрғылықты жері бойынша емханаға баруды сұрайды. Бүгінде вирустық инфекция әсіресе жүкті әйелдер мен балалар арасында өршіп тұр. Күз мезгілінде облыстық
облыстық балалар ауруханасының инфекциялық бөлімінде 1000-нан астам бала ем қабылдаған. Балалардың дене температурасы көтеріліп, жөтел, тыныс алу қиындайды дейді дәрігерлер. Өңірде 100% тұмауға қарсы екпе егу науқаны аяқталды. Дегенмен дәрігерлер ағзада интоксикация болдырмау үшін жиі жылы су ішіп, таза ауа жұтып, дәрумендер ішіп, иммунитетті көтеруге кеңес береді. Сондай-ақ ауруды асқындырып алмай, уақытында мамандардың көмегіне жүгіну керектігін ескертеді. Ана болу әр қыз бала үшін өмірдің ең үлкен бақыты. Отбасы құрған жас отбасылар өмірдің ең қымбат сыйы бала сүю бақытына асығады. Өкінішке қарай кейбір жұптар ата-ана болу сезімін жылдар бойы күтеді, жылдар бойы аңсайды. Еліміздегі ерлі зайыптылар арасында бедеуліктің зардабын тартып жүрген жұптар бар. Алайда технология қарыштап дамыған заманда тығырықтан шығатын жол табуға болады. Талай шаңыраққа шөркек иісі мен сәбидің іңгәлаған дауысын сыйлаған адам ұрпағын өрбіту емханалары жұмыс істейді. Құрсағына бала бітпей жүрген жандарға кеңес береді, шексіз бақытты сыйлайды. Павлодар облысында барлығы 403.228 әйел адам. Оның ішінде 175.178 репродуктивті жаста. Бедеулігі бар пациенттерге көмек ретінде репродуктивті әдістер мен технологияларды тиімді жүргізу. Елдегі отбасылық демографиялық жағдайды жақсарту мақсатында 2021 жылдан бастап Павлодар облысында аңсаған сәби арнайы бағдарламасы іске қосылды. 2021 жылы экстракорпоралды ұрықтандыру тегін рәсіміне 290 квота, 2022 жылы 281 квота бөлінді. Қазіргі заманда жүктілік жоспарлау негізгі мәселелердің бірі болып саналады. Павлодар облысында диспансерлік учетта 2500 астам отбасылық жұптар бедеуліктің әртүрлі формалармен тұрады. Жыл сайын Қазақстан Республикасында аңсаған сәби бағдарламы бойынша 7000 квота беріледі. Осы 2022 жылда Павлодар облысында 281 квота игерілді, и келесі жылда сондай квота саны күтілуде. Репродуктивті денсаулық орталығы Павлодар облыстық Ғалым Сұлтанов ауруханасында орналасқан. Осы жерде бедеулік жұптар көмек ретінде кеңес алады, диагностика және ем алады. Жыл сайын Астанадан Эколайф, Экомед, Геном сияқты экоклиникалардан дәрігерлер келеді және біздің пациенттарға кеңес береді. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру шеңберінде Павлодар облысына бөлінген 281 квота ауылдық аудандарға басымдықпен бөлінді. Павлодар қаласы бойынша 103 жұп, Екібастұз қаласы ауылдық аймақпен қоса алғанда 87 жұп, Ақсу қаласы ауылдық аймақпен алғанда 16 жұп, аудандарға 75 жұп. Астана қаласынан арнайы мамандары Павлодар қаласының облыстық тұрғындарына тегін кеңес беру және қабылдау мақсатында іс сапармен келді. Бүгін егер көрсетілім бойынша әйел адам или жанұя сәйкес болса, эко квота арқылы жасауға. Егер бұлай болса, онда біз ВКК қағаз беріп, әрі қарай уже жанұя өз тіркелген поликлиникаға барып, кезекке тұрып, әрі қарай квотаны алады. Келесі жылға мысалы эко тегін жасауға келеді. Негізі жанұя келеді. Олардың мәселе ол бедеулік көтерілмей жүр. Егер қолыңызда анализдер бар болса ақпарат, оны қарап, әрі қарай УЗИмен қарап, соңында ұсыныс айтамыз. Егер мүмкіндік бар болса, онда көрсетілім бойынша квота беріледі, қағаз заключение ВКК. Егер болмаса, онда әрі қарай зерттеп, егер мүмкіндік болса, табиғи жолмен мүмкіндік іздейміз. Егер болмаса, онда уже эко бағдарламасы жоспарланады. Қазіргі уақытта барлық 281 ерлі зайыптылардың 100% бағдарламаны аяқтады. Олардың 86-сы 10 нәтиже берді. Оның 2-і қосарланған, 161-і теріс нәтиже берді. Қалған 34-і күту сатысында. Жүктілікке дайындалу бірнеше кезеңнен тұрады. Алдын ала дайындық шараларын қолдану, уақытылы скринингтер мен тексерулерден өту. Жүктілікті жоспарлауды бірнеше ай бұрын бастау керек. Гинеколог мамандарға уақытылы бару мүмкін ауруларды анықтауға және оларды емдеуге мүмкіндік береді. Ал біз бағдарламамызды
қуанышты жаңалықтармен тәмамдаймыз. Павлодар облысында сайлау күні 14 нәресте дүниеге келген. Оның ішінде 5 қыз бар. Ең ірі нәресте ұл баланың салмағы 4,214 грамм болды. Ең кішісінің салмағы 2,883 грамм. Босанған әйелдердің басым бөлігі алғаш рет ана атанған. Денсаулық сақтау министрлігінің ақпараты бойынша президент сайлауы күні Қазақстанда 634 сәби өмірге келген. Оның 6-ы егіз болса, 328-і ұл және 306-сы қыз бала.